Айсұлу. Нет, Қылышбек! Сен сонда не кеше ата-анамызбен бірге тұрамыз дегенге ренжіп тұрсың ба сонда сен? Мы так не договаривались, айтқансың маған. Пәтерде екеуміз бөлек тұрамыз деп обещеткенсің маған. Ставкам ойнамаса өлем ба мен? Ата-анамен тұрған жақсы ғой, ертең бала бағуда көмектеседі ғой саған. Сол баланы бірінші жасау керек қой, ертең ата-анаңмен тұрса қалай қыламыз? Уайымдамасай, уже бәрін ойластырып қойған ғой, амалын табамыз ғой. Қалай қыламыз ата-анаңның бір комнатный квартирасында? Технично түнде там будильник қоямыз да, типа кухняда не қыламыз, сосын типа жуынып атқандай қылып, там ваннаға кіріп кетеміз. Нормально ғой? Қылышбек, сен жынсың ба? Қайдағы кухня, қайдағы ванный? На край бар ғой, беззвучныйға қойып ұра береміз ғой. Қуасың ба, Қылышбек? Ятсыз, мен олай не қыламайым? Онда бар ғой, сондай не қылатын қыз тауып, не қылам мен онда. Давай. Ладно, онда ванныйда, кухняда беззвучный маған бәрібір.